Көзіңнен айналайын деген әнді домбырада шертіп үйренейік. Сау сәлеметтірдіңіздер ма? Ерлан мұғалімнің дойын парақшасындағы домбыра үйрету сабақханасына қош келдіңіздер. Алдағы уақыттарда көптеген осы тораптағы домбыра әуескерлерінің тапсырысыменен осындай бір әннің көзінен айналайын деген әннің домбыраға шертілуін көрсетіп берсеңіз деген ұсыныстар түскен еді. Сонымен бүгін өздеріңізге осы әнді домбырадағы шертілуін, домбырадағы перне саны бойынша және сол пернедегі ноталардың орны бойынша қайсы саусақпен басып шертеміз, оң қолда қалай қағыс шертеміз, соны бүгін өздеріңізге жіңішкелей оғынықты ретінде осы бір кескін тартып отырмын. Осы бір кескінді көрген барлықтарыңыз маған назар салып, қуанжу қылып, жүрек беріп, және жақсы лебіз пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Аздау болса да маған бір қолдап қуаттау болсын. Алда өздеріңізге тағы да тамаша әндердің домбыра шертілуін көрсетуге болады. Сонымен қатар күйлердің де кейбір үйретілу кескіндерін шығарып тұрамын. Менен алыстап кетпеңіздер. Ал ондай болатын болса, әзір осы әннің шертілуін көрсетейін. Ең әуелі домбыраны теңшеп аламыз. Домбыраны теңшегенде өзіміздің дауыс көлемімізге қарай теңшеп алайық. Мысалы, көргенде алғаш сені күнім деп. Мына жерде 10-ші перненің бас жағындағы до дыбысы. 10-ші перненің бас жағын бастан басамыз. 4-ші саусақпенен мына жердегі 12-ші перненің астындағы со дыбысын. 12-ші перне. Осы екеуін басып шертеміз. Ал енді осы әнде көп кезігетін қағыстар асты, асты, үсті, асты, үсті қағыс. Міне. Осы қағыстар. Одан арасында деген, одан алма кезі қағыстар. Қағыстар көп болады. Көбінесе мына асты, асты, үсті қағысы көп кезігеді. Ал не болса, осы екеуін басып тұрғаннан кейін біз 5 қағыс шертеміз. Асты, асты, үсті, асты, үсті қағыс. Одан кейін асты қағыстан біреу шертіп, енді мұна 3-ші саусақпенен, мұнау 1, 2, 3, 4. 3-ші саусақпенен мына жердегі 11-ші перненің астындағы шың фа дыбысын басамыз. 4-ті шертеміз, асты, үсті қағыспен. Одан кейін мына жердегі 1-ші саусақпенен 9-ші перненің астындағы ми дыбысын басамыз. Осы 5 қағыс шертсек болды. Ал одан кейін бас бармағымыз үстігі бір перне жылжиды. Мына жердегі 9-ші перненің үстіндегі ши дыбысы. Одан кейін 7-ші перненің астындағы жай дыбысы. Екеуін басып тұрып, 10 қағыс шертеміз. 5-еу. Ал енді осы жерін ақырын бір шертіп көрсетіп өтейін жаңа жерін. Бөліп бақтың кезде біртүрлі музыка шықпаған болса сезілуі мүмкін. Міне. Енді көрген деген кейбір кісілер енді көп созады, кейбір кісілер аз созады деген сияқты. Өзі сіздің жағдайыңызға қарай. Енді алғаш сені. Одан кейін күнім деп едім. Ал одан кейін жерінде шортандай шошып қашып ілінбебең деген жөн. Бастырмақ 7-ші перненің үстіндегі ла дыбысына келеді. 1-ші саусақпенен 5-ші перненің астындағы до дыбысы. Мен қолымда ұстап отырған 19 пернелік домбыра, сол перненің саны бойынша айтып отырмын әзір. Бұдан да осы екеуін басып тұрғаннан кейін тағы да 10 қағыс шертеміз. Асты, асты, үсті, асты, үсті. Біреу 5-еу кетті, енді тағы 5-еу. Одан кейін енді 2-ші саусақпен бастырмақтың дәл астындағы жай дыбысы, яғни 7-ші перненің астындағы жай дыбысын басып, біреу. Одан кейін 4-ші саусақпенен 9-ші перненің астындағы ми дыбысын басып тұрамыз. Бұдан біз жиыны 8 қағыс шертеміз. Жай астыға, одан ми. Енді ең соң 10-ші қағыста қайтадан қайтып келеміз 7-ші перненің астындағы жай дыбысқа. Ал одан кейін
Шортандай шошып қашып ілінбеген жеріне кезенде ілінбеген деген жерін жетеміз енді. Мына жердегі 5-ші перненің асты до дыбысын басамыз екеу. Одан кейін мына жердегі 9-ші перне. Қайтадан 7-ші перне. Енді осы жерін қайда жерде ақын жетсек міне. Шортандай шошып жалы қашып ілінбеген. Ал одан кейін енді екінші перненің астындағы лаға келеміз. Келемін содан бері өзіңді ойлап деген жер. Мына жердегі екінші перненің астындағы ла дыбысынан біз бесіп жетеміз. Келемін. Енді содан бері деген жерінде мынадан бір жетеміз. Одан 4-ші перненің астындағы ши дыбысы мен 5-ші перненің астындағы со дыбысы. Одан кейін не? Одан кейін мына жердегі 5-ші перненің астындағы до дыбысын басамыз. Бұдан біз 10-ға жетеміз. Одан қайтадан мына жердегі 4-ке келеміз. 4-ші перненің астындағы ши дыбысынан біз 5-ге жетеміз. Және міне асты, асты, үсті, аспен. Одан кейін бас бармағымыз 4-ші перненің үстіндегі шынфа, 2-ші перненің астындағы ла дыбысын басады. Бұдан біз 2, 4, 7-ға жетеміз. Бұл жердің қағысын ұзақ қысқалығында